Қала әкімі Гүлжан Мамытқызының қолдауымен әлеуметтік көмекті бір жерге орталықтандыру мақсатында Ізгілікте Жарысай қайырымдылық қоғамдық қоры Арыс қаласында өз жұмысын бастаған болатын. Қазіргі таңда қоғамдық қор өз нәтижесін көрсетуде. Аш адамға балық берме, қармақ бер деген қағиданы ұстанған Ізгілікте Жарысай қоғамдық қорының мүшелері Арыс қаласының тұрғыны жалғыз бастана Зүбайра Тайлақоваға өз кәсібін бастап, өмір сапасын арттыру үшін 5 қорап қияр және 5 қорап қызанақ өнімдерін тапсырды. Өз кәсібімді бастап дөңгелетемін деген Зүбайра Тайлақова көмек қолын созған барша азаматтарға алғысын айтты. Гүлжан Мамытқызы әкімімізге рахмет айтамын. Мынау кәсіпкерлеріміз келді бүгін. Ары қарай кәсіптерін жалғастырып, сауда-саттықпен айналысыңдар, қолдарынан келсе деп ұсыныс жасады. Ешкімге алақанымды жаймаймын, өз кәсібімді өзім дөңгелетемін. Біріншіден әкімімізге рахмет, әкім апайымызға, Ізгілік қорына рахмет, ұйымдастырып, қолдау көрсетіп, көмектескен кісілерге рахметімді айтамын. Арнайы Шымкент қаласынан келген Ізгілік қорының еріктілері қаламыздағы көмекке расымен де мұқтаж отбасыларды анықтап, көмек көрсететін болады. Мұндай игі бастамаға қала белсенділері мен кәсіпкерлер де қол ұшын созуда. Қоғамдық қордың мүшесі Ахмет Таубаев үлгі боларлық істерге арқау болған барлық кәсіпкерлер мен қала әкімі Гүлжан Мамытқызына ризашылығын жеткізіп, бұл шара жалғасын таба беретіндігін алға тартты. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Міне біз Арыс қаласындамыз, яғни Арыс қаласының әкімі Гүлжан Мамытқызының бастамасымен, ұсынысымен Шымкент қаласынан Ізгілікте Жарысай қайырымдылық қоғамдық қоры келіп өз жұмысын бастады. Қазіргі таңда бірінші нәтиже әпшеміз, кеше біз келіп тексергенде, бұл әпшеміз айтты, бізге маған продукт керек емес, ақшалай көмек керек емес. Яғни осындай заттай болса, мен ары өз күнімді көрем. Біз осындай батыр аналарды әрқашанда қолдауға дайынбыз. Яғни қолынан кәсіп келеді, тігін тігем, немесе жаңағыда тәттілер пісірем дейтін болса, біз керекті нәтижесін бәрін алып береміз. Яғни қармақ емес, балық емес, қармақ беру қазір біз сол нені алдық. Жалпы сізге әпшемен риза болдым. Сізге Алла разы болсын. Осы кәсібіңізге Алла берекесін берсін. Жантөре Болысмұрат, Бағдат Қайратұлы, Арт ТВ жаңалықтары.